Тәуіржан мен Айгүлдің ара қатынасы қазіргі уақытта дағдарысқа ұшырап, тоқтатылуға жақын тұр. Тәуіржан Instagram желісінде эфир кезінде бұл туралы айтып, аз қалған сияқты деген сөздерін жеткізді. Бұған дейін олар Түркияға барып демалып қайтқан болатын. Ол сапар барысында жұптық қатынастарының жақсы дамып жатқаны байқалған еді. Алайда бүгінгі эфир барысында талқыланған тақырып мүлдем басқа болды. Тәуіржанның айта кетуінше, Айгүлдің таңғы ас жасауға немқұрайлы қарауы және үйде бардак болса да жата беруі оған ұнады. Айгүл болса тамақ жасауға шорқақ екенін, әр үйді 24/7 жинап жүретін адам емес екендігін айтты. Айгүлдің 2 баласы бар және ол ажырасқан. Ал Тәуіржан бойдақ жігіт. Бұл жағдай екеуінің таныстығы көпке ұзамайтынын Тәуіржанның өзі де айтып кетті. Алда не болары белгісіз, бірақ біз күтеміз. Бұл ситуация жастар арасындағы қатынастардың ауыртпашылығын көрсетеді. Бір-бірін толық түсінбеу, күтулер мен талаптар бәрі де қарым-қатынасқа кері әсерін тигізеді. Әйелдің балалары оның тұрмыс стилі мен тәуелсіздігі, ал ер жігіттің қарым-қатынасқа деген талаптары арасындағы айырмашылықтар түсініспеушіліктерге әкелуі мүмкін. Сондықтан болашақта Тәуіржан мен Айгүлдің қарым-қатынасын қалай дамыту туралы шешім қабылдауы қиын болады. Олар бір-біріне қалайша үйлесетіндерін ойланып көруі тиіс, әйтпесе ара қатынастың аяқталуы мүмкін. Алайда уақыт өте келе жағдай қалай өзгеретініне ешкім кепілдік бере алмайды. Тәуіржан мен Айгүлдің арасындағы жағдайда ары қарай қарастырсақ, олардың қарым-қатынасына үлкен әсер ететін бірнеше маңызды аспектілер бар. Біріншіден, олар бір-біріне қандай талаптар қойып отыр. Тәуіржан, бәлкім, Айгүлден жайлылық пен тұрақтылық күтеді. Ол үйдің жағдайы мен тамақ дайындау секілді күнделікті тұрмыстық мәселелерде көмек күтіп отырған сияқты. Ал Айгүл болса өзінің бостандығына, жеке кеңістігіне және ең бастысы балаларына көңіл бөлу қажеттілігіне баса назар аударуда. Осылайша Тәуіржан мен Айгүлдің болашағы олардың бір-біріне деген қарым-қатынастар мен түсіністік деңгейіне байланысты. Егер олар қиындықтарды шешуге ынталанса, онда қарым-қатынастары нығайып мүмкіндігі бар. Ал егер біреуі немесе екеуі де ара қатынастарындағы проблемаларды елемесе, қарым-қатынастарының ақырына жетуі ықтимал. Келесі кезеңдерде не болатынын көру үшін біз күтеміз.